Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін 4-ші сынып математикасынан 44-ші сабақ нөлдермен аяқталатын көп таңбалы сандарды жазбаша бөлу тақырыбын өтеміз. Бірінші тапсырма. Жауаптарды кему ретімен жазып, адамзаттың өткенін зерттейтін ғылымның атауын оқимыз. 48.000 бөлінген 600. Бізде қараймыз, мына 600-дің артында 2 0 бар, және мында 3 0 бар. Мына 2 0 мен 48.000-ның артындағы 2 0-ды қысқартамыз. Сонда 480-ді 6-ға бөлеміз, 80. Немесе 48-ді 6-ға бөлеміз, 8 болаттағаны 0-ды соңына тіркей саламыз. Демек, бізде ауызша есептей алуға мүмкіндік бар. Бұл О деген әріпке тиесілі. 45.000-ді 150-ге бөлеміз. Мынаның артында 1 0 бар, оны қысқартамыз. Мында да 1 0 бар, қысқартамыз. Сонда 4500-ді 15-ке бөлеміз. Сонда 300. Ол Е деген әріпке тиесілі. Дәл солай бөлінділерді орындап шығамыз. Нөлдері болса қысқартамыз. Енді бізге кему ретімен жазу керек мына жауаптарды. Сонда 9000, 7100, 310 деп бізде археология сөзі шығады. Есептің жауабы адамзаттың өткенін зерттейтін ғылым бізде археология. Келесі тапсырма. Екінші тапсырма. Жазылуын және есептеу тәсілін түсіндір. Бізде 246.000 бөлінген 600. Алдыңғы есептегідей ұқсас, бізде нөлдер бар я екі жақта да. Екі жақтағы нөлдер санын бірдей қысқартамыз. 2 0 қысқарттық па? Мына жақта да 2 0-ды қысқартамыз. Сонда 2460-ті 6-ға бөлу деген сөз. Ол 410-ға тең. Мұнда соның баған түріндегісі берілген. Ереже берілген, соны оқып аламыз. Үшінші тапсырма. 548.100-ді 90-ға бөлеміз. Нөлдерін қысқартамыз. 6-дан береміз 54, 0 болады. 8 түсті. Және 8 9-ға жетпейді, 1 түседі. 2 сан қатар түскен үшін 0-ді жазамыз. Кейін 9-дан береміз. 9 жүрек 9, 81, екеуінің азайтындысы 0 береді. Мұнда 1 0 қалды, ол мұнда түседі. Сонда екеуінің бөліндісі 6090 болады. Мына санның бөліндісі мінекей баған түріндегі есептелу жолы және бізде көбейтуге байланысты берілген есептер және соңғысы бөлу. Өз жауаптармен салыстырып көріңдер балалар. Келесі тапсырмаға көшейік. 4-ші тапсырма. Теңдеулерді шеш. X қосылған 60 тең 54.000 көбейтілген 3. X қосылған 60 тең 162.000, яғни мына екеуінің көбейтіндісі 162.000-ді береді. Енді X-ті табу үшін 162.000, мына плюс 60 дегеннің теңдіктің мына бетіне азайту 60 болып өтеді. Сонда X-тің түбірі 161.940. Орнына қойып тексереміз, теңдік дұрыс орындалды. Екінші теңдеуіміз. X-тің жауабы 5900. Бесінші тапсырмаға көшейік. Есепті шығар. Қазба жұмыстарын жүргізетін алаңның ені бізде 250 метр. Ал ұзындығы мынадан 150 метрге артық. Алаңның 5-тен 1 бөлігі бізде зерттелген. Ал зерттелмегеніне қарағанда зерттелген неше квадрат метрге кем дейді. Енді есепті шығару үшін біз А қабырғасын, яғни А ұзындығын тауып аламыз. Ол үшін 250-ге 150-ді қосамыз, 400 метр. Енді S ауданды табу формуласы А көбейтілген Б. А дегеніміз 400-ге тең, Б дегенім 250-ге тең, екеуінің көбейтіндісі 100.000. Өлшем бірлігі метр квадрат. Енді 100.000-ды 5-ке бөлеміз. Мына шартына сәйкес. Сонда 20.000 метр квадрат болады. Бұл алаңның зерттелген бөлігі. Енді 100.000-нан 20.000-ды алып тастаймыз, 80.000 метр квадрат. Бұл зерттелмеген алаңның өлшемі. Енді 80.000-нан 20.000-ды аламыз, 60 метр квадрат. Бұл дегеніміз есептің жауабы зерттелмегеніне қарағанда зерттелгені 60.000 метр квадратқа кем болады. Есеп шықты. Келесі тапсырма.
Есептерді оқы, онда артық мәлімет бар ма? Және есептерді шығар дейді. Велосипедші таңертең сағат 8-де шықты. Ол 200 километр жол жүру тиіс. Автокөлік жолсыз жермен 38 километр бөлінген сағат жылдамдықпен 6 сағат жүрді. Тағы қанша километр жол жүру қажет? Бізде уақытты сұрап тұр. Уақытты табу формуласы ара қашықтықты жылдамдыққа бөлгенге тең. Демек Т тең 200-ді 20-ға бөлеміз 10 сағат. Есептің жауабы велосипедші жолда 10 сағат болды. Бұл жердегі артық мәлімет таңертеңгі сағат 8-де шықты деген сөйлем. Енді осының тапсырмасы. Межеленген жерге жету үшін археологтар 280 километр жол жүру тиіс. Автокөлік жолсыз жермен 38 километр бөлінген сағат жылдамдықпен 6 сағат жүрді. Балалар, қазір мен 6-шы тапсырманың әсін айтамын. Ол кітапта мінекей. Тапсырмасын берілгені жауабын жаңа түсіндірдім. Енді тапсырмасына келейік. Ара қашықтық 280 километрге тең. Бұл бізде межеленген жол. Жылдамдық 38 километр бөлінген сағат. Т дегенім 6 сағатқа тең. Енді қанша километр жол жүру қажеттігін табу қажет? Есепті шығару үшін ара қашықтықты табу формуласына саламыз. Ол жылдамдық пен уақыттың көбейтіндісіне тең. S тең 38 көбейтілген 6. Ол 228 километрге тең болады. S2 дегенім S азайтылған S1-ге тең. Яғни біз қалған жолды табамыз. Сонда 280-нен 228 азайтамыз 52 километр. Есептің жауабы 52 километр жол жүруі қажет. Келесі тапсырма. 7-ші тапсырма есепте. 7-нің квадраты азайтылған 34. 7-ні 7-ге көбейтеміз 49. Яғни 7-нің квадраты дегеніміз 49-ға тең. 49-дан 34 азайтамыз, ол 15. 4-тің квадраты қосылған 300. 4-тің квадраты дегеніміз 4 көбейтілген 4-ке тең, яғни 16. 16-ға 300-ді қосамыз, 316. Дәл солай қалған есептерді орындап шығамыз. Жауабы осылай болады. Өз жауаптармен салыстырыңдар. Енді 8-ші тапсырма. 8-ші тапсырма. Археологтар қазба жұмыстарын жүргізу үшін ұзындығы 3200 сантиметр және ені 2400 сантиметр жер телімін 4 қабат жіппен қоршау керек. Жер телімін қоршау үшін қанша метр жіп қажет? Есепті шығару үшін біз периметр табу формуласына саламыз. Ол П тең 2 көбейтілген А қосылған Б-ға тең. Сонда П тең 2-ні көбейтеміз. А дегенім 3200, Б дегенім 2400. Сонда есептің жауабы 11200 сантиметр болады. Енді 4 қабат жіппен деген есептің шартында ол үшін 11200-ді 4-ке көбейтеміз. Сонда 44800 сантиметр. Бұл 448 метрге тең. Есептің жауабы жер телімін қоршау үшін 448 метр жіп қажет. 9-шы тапсырма. Ойлан және жауап бер. Археологтардың 2 тобында бізде 45 адам болды. Бірінші топтан 9 адам, екіншісінен 14 адам кеткенде, 2 топтағы адамдардың саны бізде теңесті. Бастапқыда 2 топтың әрқайсысында қанша адамнан болған? Есепті шығару үшін біз 45 адамнан кеткен адамдардың санын азайтамыз. Яғни 9-ды және 14-ді. Сонда 22 болады. 22-ні 2-ге бөлеміз. Яғни 2 топқа бөлеміз. 11. Енді 2 топты да қазір 11 адамнан болып тұр. Енді 11-ге қосамыз 9-ды. 20 адам. Бұл бастапқыда бірінші топта болған адамдардың саны шықты. 11-ге 14-ті қосамыз 25. Есептің жауабы бастапқыда бірінші топта 20 адам, екінші топта 25 адам болған. Есеп шықты. Келесі тапсырма. 10-шы есеп. Көбейту және бөлу амалына берілген есептер. Мұнда жауаптарын жазып қойдым. Енді бір
түсіндірме жоғын көрсетейін. 610-ды 700-ге көбейтеміз. Алдыңғы есепке ұқсас етіп баған түріне жазамыз. Бірінші 7-ні 1-ге көбейтеміз 7, 6 жердегі 7 42 дейміз. Сонда артында қанша 3 0 бар ма? 3 0-ді тіркейміз. Сонда екеуінің көбейтіндісі 427 мыңды береді. Есептің дұрыстығын тексеру үшін 427 мыңды 700-ге бөлеміз. Сонда нөлдерін қысқартып тастаймыз. 610 қалды. Мынау бөлінді. Бір мысалын түсіндіріп көрсетейін. 3150-ді 90-ға бөлеміз. Нөлдері қысқарады. 315-ді 9-ға бөлсек 35. Енді дұрыстығын тексеру үшін 90-ға 35-ті көбейтеміз. 3150. Есебіміз дұрыс екен. Балалар, сендермен барлық 10 тапсырманы талдап шығардық. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар.